сөйлейік бағдарламалар циклы. Анархан, қазақ сөзінің құрылысы екпін мәселесі жайында не айтуға болады біздің тыңдармандарымызға? Біз өткен аудиокурстарда екпін туралы айттық, Қазақтың сөздерінде екпін соңғы буынға түседі. Оның тұрақты орны бар дедік. Алайда тыңдармандарымыз шатасып кетпес үшін бұл заңдылықтан ауытқулар да тілімізде бар екенін осы аудиокурста арнайы айтып өтсек. Мысалы, алма, тартпа деген сөздердің мағынасын сіздер екі түрлі түсіндіңіздер, Бірінші айтқанда алма дедік. Ол етістік болып тұр, Бұйрық райындағы болымсыз етістік. Ал енді алма дегенде зат есімі жейтін жемістің аты болып тұр. Осының барлығын ажыратып тұрған екпін. Өйткені барлық мен айтқан сөздердің дыбыстық құрандары бірдей. Сондықтан қазақ тіліндегі екпін кейде сөздің алдына да жылжып кетеді екен, бірақ ондай жағдаяттар өте сирек. Одан кейін бұл сөздің мағынасын ажыратып тұр екпін бұл жерде, Сөздің мағынасын ажыратып тұр. Мысалы, тағы да осындай мысалы айтсақ, өгізше өкірді. Біреуінде басқа біреу өкірді, ол өгізге ұқсап өкірді, Ал келесі бір сөйлемде мысалы, өгізше өкірді десек, онда өгіздің кішкентай түрі өкірді деген сөз, Осында да мағынаны ажыратып тұрған екпін. Ал екпіннің тағы бір қызметі бар қазақ тілінде. Екпін өзінің дәстүрлі сөздің соңында тұру орнынан жылжып кеткен кезде, ол осы қызметтерді атқарады. Ол екінші түрі грамматикалық формаларды ажырату. Мысалы, біз баламыз, біздің баламыз дегендегі баламыз деген сөздер әріптері, дыбыстары бірдей, бірақ екпін арқылы біреуінде біз әлі бала екенімізді білдіріп тұр, біреуінде ол біздің баламыз екен, яғни бізге қатысты екенін көрсетіп тұр. Қазақ тіліндегі екпіннің осындай қызметтері бар. Енді оған мысалдар кездессе өте көп. Енді қазір мынау бір ғана мәселені айтып кетейін. Ол біздің тыңдармандар үшін де қызық болады, қазақ тілін білетін қауым үшін де қызық болады. Мысалы, қазір бізге басқа елден оралған бауырластарымыз, қандастарымыз оралман деген сөзді дұрыс түсінбей жүр. Қазақта ман деген болымсыздықты білдіретін етістіктің көне формасы бар. Келмен, барман. Мысалы, мен онда ендігәрі ешқашан барман деген. Осыған телейді олар, оралман сөзін. Оралман деген сөз. Бұл егер олай болатын болса, онда оралман деген сөздегі екпін басқа жерге түсетін еді. Ал біздің айтып жүрген оралман деген сөз. Оралман дегендегі ман көне парсы сөзі. Ол кейін жұрнаққа айналып кеткен. Ол адам дегенді білдіреді. Мысалы, көрермен, оқырман, тыңдарман дегендегі мандардың бәрі осы адам, тыңдаған адам, көрген адам, сөйлермен дегендегі. Сол оралман деген ол оралған адам деген сөз. Ол өте жақсы сөз. Оралу деген сөз, ол репатриация деген сөзден де әдемі көрінеді, мазмұнында тереңірек. Осы тұрғыдан келгенде көрдіңіз ба, бір ғана екпін екі сөзді ажыраттыр. Оралман деген екі сөзді ажыраттыр. Мынау екпінді орыс тілінің екпініне ұқсатып сөйлейтіндеріміз бар. Мысалы, сандуғаш, қарлығаш деп айтқан, қазақтың қыздарының атын осылай айтқан, Жиннара деген жоқ енді ол әрине. Сандуғаш. Тіл иелерін көріп қалдым. Сондықтан ол сандуғаш, қарлығаш деп екпінді орнына түсіріп айту керек. Ал бірақ жаңағында екпіннің орнына ауысатын тұстарын оқып біліп алған абзал. Біздің тыңдармандарымыз үшін өздеріңіз көрдіңіздер, бұл өте маңызды білім болады. Рахмет, Анар ханым, құрметті тыңдармандар, сіздер дұрыс сөйлейік бағдарламалар циклының кезекті бір бағдарламасын тыңдадыңыздар. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.